Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, үлпілдек болып шығатын батрушкалардың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге 2 ас қасық қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Біздің сүтіміз бөлме температурасында емес, жылы сүт болу керек. Жақсылап сүтіміз бен қантымызды араластырып аламыз. Енді қамырымызды елейміз. Алдын ала еленген ұнымыз бізде қазір 350 грамм ұн. Жарты шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық ашытқымызды саламыз және жылы сүтімізді құямыз. Ерітілген 100 грамм сары майымызды құямыз. Және жұмыртқа. Бізге 2 дана жұмыртқа керек. 1 дана жұмыртқаның сарысын батрушкаларымыздың бетіне жағуға алып қоямыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Бірінші қасықпен, кейіннен қолымызбен жақсылап тұрып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырларыңыз жақсы жұмсақ болып шықсын десеңіз, асықпай қамырларыңызды 5-10 минуттай жақсылап илейсіздер. Барлық қамырларымызды біріктіріп жақсылап илеп алдық. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді аздап сұйық майымызды құйып, бетін салапанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз толықтай жақсылап көтерілуі керек. Біздің қамырымыз жақсылап көтерілуіне 1-1,5 сағаттай уақыт кетеді. Сол кезде біздің қамырымыз өте нәзік болып көтеріліп шығады. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Менде сүзбе және 3 ас қасық қаймақ саламыз. Крахмал саламыз. Крахмал болмаса 1 ас қасық ұн салсаңыздар да болады. Және өздеріңіз дәміне қарай қант қосамыз. Мен қазір 2 ас қасық қант салдым. Енді барлығын жақсылап блендермен араластырып аламыз. Блендер болмаса, шаншқымен де араластырып алсаңыздар болады. Барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. 1-2-3 минуттай уақыт кетеді. Міне біздің сүзбеміз дайын, дәл осындай болу керек. Сонымен біздің қамырымыз дайын, өте әдемі болып көтерілді. Ешқандай қолға жабыспайды, өте әдемі қамыр дайын болды. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Дәл осы рецептпен қамыр жасайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз сондай үлпілдек, жұп-жұмсақ, ауызда ерейтіндей болып шығады. Қамырларымызды бөліктерге теңдей етіп бөліп аламыз. Бөлінген қамырларымызды кішкентай зуалалар жасап аламыз. Мен қазір көз мөлшерімен жасап жатырмын, барлығын бірдей етіп. Менде қазір 15 дана зуалар шықты, осындай орта көлемде. Міне біздің қамырларымыз дайын. Дайын болған қамырларымызды табамызға салып, тағы да 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Сол кезде біздің қамырларымыз жақсылап көтерілетін болады. Бетін міндетті түрде салафанмен жауып қоямыз. Және жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, 10 минут демалды. Демалған қамырларымыз өте жұп-жұмсақ. Дәл осындай стаканның көмегімен ортасын осылай тесіп форма беріп аламыз. Біздің қамырларымыз жақсылап көтерілді. Ортасын дәл осындай ашығырақ қойғандарыңыз жақсы.
Міне біздің салмамыз дайын. Енді 2 ас қасықтан толтырып салып шығамыз. Салмасын көбіректеу салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Барлығын дәл осындай видеода көрсеткендей етіп толтырып салып шықтық. Енді бізге жұмыртқаның сарысы керек, яғни бір дана жұмыртқаның сарысына азғантай ғана сүт қосып, қамырларымыздың шетіне жағып шығамыз. Сол кезде біздің ватрушкаларымыз өте әдемі жылтырап шығатын болады. Дайын болған қамырларымызды 180 немесе 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне құрметті көрермендер, біздің ватрушкаларымыз дайын болды. Өте әдемі, қараңыздар, түрі сондай үлпілдек, нәзік болып шықты. Бір рет жасап көрсеңіздер, сіздердің ең сүйікті тәттілеріңіздің бірі болады. Өте дәмді, сондай нәзік, үлпілдек болып шығатын ватрушкаларымыз осымен дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма өтіп қарасаңыздар, түрлі пайдалы әрі денсаулықтарыңызға пайдалы тағамдарды табасыздар. Міндетті түрде сол жерге өтіп қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.